Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Қамажай папа. Біз бүгін кешкі асқа өте дәмді, әрі дәмі ерекше шығатын, құрамы да қарапайым, арықтап жүрсеңіз кешкі асқа жеуге болатын тағам дайындаймыз. Бізге ең алдымен құс еті керек болады. Құс еті немесе құстың төс етін қолдансаңыздар болады. Дәл осылай кубиктап турап аламыз. Бір қызанақты да дәл солай етіп кубиктап турап қоямыз. Және де көк шөп те керек болады. Дәл осылай азғантай турап аламыз. Турап қойған салмаларымыздың барлығын бірінен кейін бірін салып, жақсылап араластырамыз. Ерекше дәм шығару үшін бір тілім сарымсақ керек болады. Үккіштен өткізіп үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз салуды да ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және алдын ала көкбұрыштарымызды кесіп дайындап қоямыз. Егер де өзіңізге ғана дайындайтын болсаңыз, сізге 2 данасы жетеді. Отбасыңызға дайындайтын болсаңыз, санын да, құрамын да көбейтесіз. Дәл осылай жуып тазалап, алдын ала дайындаймыз. Және де ішіне салмасын салып бастаймыз. Барлығына салып болғаннан кейін духовкаға 180 градусқа 20-25 минутқа ішіндегі еті піскенше жібереміз. Соның арасында піскеннен кейін үстіне салатын сырды үккіштен өткізіп алдын ала дайындап қоямыз. Дәл осылай еті қызарып піскеннен кейін үстіне үккіштен өткен сырымызды барлығына сеуіп шығамыз. Қайтадан 5 минутқа духовкаға сыры ергенше жібереміз. Кешкі асымыз дайын, дәмі сарымсақ пен сыр қосылғаннан кейін ерекше дәм береді. Дұрыс тамақтанып жүріп, ет немесе жұмыртқадан шашасаңыз, дәл осылай ерекше етіп пісірсеңіз болады. Отбасыңызға да міндетті түрде ұнайды. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!